Ең ғажайып оқиға. 2000 жылы ақш журналистері соңғы жылдардағы 10 ғажайып хабарды саралап шыққан. Соның ішінде бір адамның мына бір өлімі жөніндегі хабар шынында да таңғажайып еді. 1994 жылы Нью-Йорк қаласындағы заң қызметкерлері бір мәйітті тексеру барысында басына оқ тиіп өлгендігін растады. Өлушінің есімі Рональд Опус болып, оның жазып қалдырған өсиет қағазы өзінің биік ғимараттан секіріп өлмек болғандығын дәлелдеген. Сонымен 10 қабатты ғимараттың төбесінен секірген жігітке 9 қабаттың терезесінен атылған оқ дөп басына тиеді. Заңгерлер бұл істі жалғасты тексереді. Сонда 9 қабаттағы үйде тұратын ерлі зайыптылар оның ғимараттан секіргенінен, ал өлуші 9 қабаттан оқ атылғандығынан мүлде хабарсыз екен. Мұны қазақша айтқанда, құлақтың қасуына мылтықтың басуы дөп келген оқиға болып тұр. Бұдан да қызығы, оқиға болудың алдында ғана 8 қабатта құрылыс жұмысы жүріп жатқандықтан, жұмысшылар 8 қабаттың тұсына қауіпсіздік торын жайып қойған. Демек, өлушінің басына оқ тигенде ол мүлде өлмеген болар еді. Ал заң бойынша, өзін өлтірмек болған адам мақсатына жете алмай, басқа себептен өлсе, өзін өлтірген болып саналады екен. Әйтсе де заңгерлер 9 қабаттан атылған оқтың мән жайын тексере келе, бұл оқиғаның сипатында тағы да бір өзгеріс болды. Өйткені сол сәтте 9 қабатта тұратын қартайған ерлі зайыптылар ұрсысып қалғанда, ақсақал кемпіріне сес көрсетпек болғанда, мылтықты кезеніп басып қалған. Ал оқ кемпірге тимей, 10 қабаттан секірген құлдилап бара жатқан Рональд Опустың басына тиіп, заң бойынша ақсақал адам өлтірген қылмыскер болып шығады. Сонымен, бұл өзін өлтіру оқиғасынан қастандықпен адам өлтіру қылмысына өзгереді. Ал ақсақал сотқа тартылған кезде, шал мен кемпір екеуі де біз мылтықтың ішінде оқ бар екендігін мүлде ойламаған едік деп тұрып алған. Сонымен түсіндіре келе кемпір екеуі үнемі ұрсатындықтарын, ал күйеуі үнемі мылтықпен кемпіріне сес көрсететіндігін, мылтыққа бұдан бұрын ешқандай оқ салып көрмегендігін, бұл жолы оқ жоқ екендігін біле тұра мылтықты атқандығын, ешқандай адам өлтіру мақсатының болмағандығын айтып ақталды. Енді бұл оқиға қастандықтан адам өлтіру қылмысынан абайсызда жазым ету қылмысына ауыстырады. Сонымен бұл оқиға әрі қарай тексеріледі. Сонда мылтыққа оқты кім салған? Тексеру барысында заңгерлер бір куәгердің сөзіне ие болады. Бұл куәгер осыдан 6 апта бұрын осы екі қарияның жалғыз баласы мылтыққа оқты салғандығын өз көзімен көргенін айтады. Шешесінің өзіне экономикалық көмек бермегендігіне ашуланған ұлы өз шешесін өлтірмек болады. Баласы әр жолы әке шешесінің ренжіскен кездерінде әкесінің мылтықты алып сес көрсететінін біледі. Сонымен мылтыққа оқты салып, шешесін өз әкесінің қолымен жазым етпек болады. Заңға жүгінсек, бұл қылмыс баласының ата-анасына қастық жасау қылмысына өзгереді. Міне, сонымен қылмыс арт-артына өзгеріске ұшырайды. Бір қызығы оқиға бұдан да қызық болмақ. Заң саласындағылар бұл қылмыстық істі әрі қарай тексеріп, соңғы қорытындысын жасайды. Бұл шал мен кемпірді өлтірмек болған бала негізінде 10 қабаттан секірген Рональд Опустың өзі болып шығады, яғни балалары. Сонша уақыттан бері шешесін қастандықпен өлтірмек ниетінде болған Рональд Опус мақсатына жете алмағандықтан іштей торығып, 1994 жылы 24 наурызда осы 10 қабатты ғимараттан секіру бекеміне келіп, өсиет сөзін жазады. Сонымен ғимараттан секірген кезде баяғыдай өзі оқтаған мылтықтың оғы 9 қабаттың тұсында өз басына тиіп өледі. Яғни сол кезде ата-анасы да ұрысып жатқан. Ақыры сот шешімі бойынша бұл оқиға Рональд Опустың өзін-өзі өлтіру қылмысы болып танылып, іс жабылады. Оқиға ұнаса, арнама жазылып, лайк басып, еңбегімді бағалап кетулеріңізді өтінемін. Алланың берген өміріне қанағат тұтып, өмірімізді мәнді сүрейік бауырлар.